Сәке асылбай қалай амансыз? Сәке соңғы жаңалықтар естіп жатсыз ба? Не болды? Дубайда мороз сынып қалыпты. Енді Дубайда дейтін 60 градустық любой морозы сынады ғой, жерде дейтін енді қиын ғой. Жаз ғой. Қар жоқ, қайдағы мороз? Жоқ, Сәке, не анау? Төбелесте, UFC-да. Сергей ма? Қойшы. Мәссаған, ол мықты еді ғой. Не болды екен оған? Бірінші бой ғой? Бірінші бой іші кетпейді. Вот мына сондай балдарға дейтін мына осы ой создавать ету керек. Негізі бар ғой. Қиын енді. Қарап отырсаң кәдімгі ана Хабибтің бір шықсын қасында Хабиб неше түрлі төбелесетін, күресетін бәрі жүр. Бізде қасқана төбелесетін де бір адам, күресетін де бір адам, сол беретін де сол адам. Условия создавать ету керек қой сондай балдарға ше. Мына ертең дейтін мына сен сияқтылар құртады. Анау сынып қалды, мынау сынып қалды деп. Наоборот, поддержканы беру керек ол балдарға. Қазақтың атынан шығып жатыр. Оңай дейсің бе сен ана серіктің ішіне кіргенде? Жалғасқа не айтасың? Жалғас 24 түседі ғой. Жалғастыру керек ғой. Тоқтамай тапить фигурот айдау керек ғой. Ешқандай не алатын жоқ. Айдау қазақтың айтып намысын қорғап жатыр жігіттер дейді. Молодец. Сәке, бір UFC-ға өзіңізді көрмедіңіз бе ғой? Қой жоқ кетейік бізге не бар. Біздер осы ауылдың ішінде туристер жарайды. Ана Головкин құрдасымның туристер жетеді ғой бізге. Головкинді кім? Головкин дейтін Мержан дейтін құрдасым бар 69 жасында. Неге таңғы сағат 4-те туыс шығарады қонақтарда. 47 туыске 48 ұтылып қалған. Неге 48 рет 47 төбелессе? Біреуінде өзімен өзі қылған. Сондайлар жарайды бізге ип төбелестер. Анайға бармай ақ қояйық. Ситкінің ішіне кіргенде шошып кетеміз. Сонымен бөлісейін деген болса екен бір сауал. Ішіне етпей тапит ету керек қазақтың балалары. Басында өссе қазақтың баласы өссін. Айдана!